влогыма қош келдіңіздер. Бұл влогты бастамас бұрын сіздерге тақырыппенен таныстыра кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз, бүгінгі влогым Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясына арналмақ. Академияға көптеген Қазақстандағы мектеп бітіруші түлектер, онымен қоса өнер колледждерін тәмамдаған студенттерге өте қызық болмақшы. Влогты соңына дейін қараңыздар. Соңында академияның ішін және біздің жатақхананы көрсетіп, сіздерге таныстыратын боламын. Ары қарай қарау үшін сіз маған подписация етіп, лайк басуды ұмытпаңыз. Мен академияға қалай түстім? 2020 жылы мектепті алтын белгіге бітіріп, академияның қабырғасына онлайн форматта түскен талапкерлердің бірі болғанмын. Онлайн менен офлайнның ешқандай да айырмашылығы жоқ. Мен 8-ші сыныптан бастап өзімнің Ақтөбе қаласындағы көптеген актерлық үйірмелерге қатысып, өзімді жан-жақты дамытып, сынап, көріп, менің махаббатым Жүргеновке түсем деген. Ол 8-ші сыныптан басталған. 11-ші сыныпқа аяқ басқаннан кейін мен қобалжи бастадым, қорқа бастадым. Қалай түсемін? Мен ештеңе білмеймін. Сіздер сияқты YouTube қарадым, Instagramдарын қарадым, сайттарын қарадым, таныстар іздедім, олармен сөйлестім, көрдім, дедім. Бірақ барлығы айтатын, барлығы сізді қорқытады ғой. Сол қорқытып айтады, старшақтар, олар бітіріп кеткен адамдар қалай бар енді бүйтіп қойып айта береді. Соның барлығын елемеңіздер. Сіздер өздеріңізбен өздеріңіз болып, сіздер өздеріңізді көрсетуге ғана келіп, сол армандарыңызды сатпай академияға келсеңіз ғана болды. Ал ой, сенің тісің бірдеңе, ой, сенің аяғың қисық екен, сені алмайды дегендерге забейте. Менің ең бір жақсы ұтқаным, ол драма театры бар ғой бізде Ақтөбедегі Ақтанов. Сонда мен Жанна Бақыт деген актрисамен дайындалған болатынмын. Поэзияны қалай оқу керек екендігін, прозаны қалай оқу керек, мысалды қалай оқу керек, сол мысалдың ішіндегі әр персонаж, түлкіні қалай оқу керек, есекті қалай сомдап, сол персонажды қалай көрсетуге болады, мимикасын деген сынды дүниелермен жұмыс жасадық. Және де актрисамен дайындалғанның бір жақсысы, актерский тренингтар, зейінге, этюд көп жасағанмын. Соның арқасында да менің данныйым жақсара түсті. Яғни ол нұр үстіне нұр болды. Ерде сіздер мектеп бітіре салысыменен бар дүниеменен барам десеңіздер қателесесіздер. Лучше театрға барып, бірақ театрда да
актрисаны либо актерді таңдаған дұрыс. Егер сіз колледж бітірсеңіз, ол нұр үстіне тағы да нұр. Себебі музыкалық колледж бітірсеңіз, как дирижер, сухармейстер, фортепиано, эстрадный вокал бітірсеңіз, ол мұндағы музыкалық артист мамандығына түсе аласыздар. Кстати, мен музыкалық театр артист мамандығында 3-ші курс бітірдім. Шеберханам Нұрғанат Жақпай шеберханасында оқып жатырмын. Маған беретін ұстаздар Мұрат Әбзелбаев, және де Шолпан Сергебаева, және де Нұрғанат Жақпай. Осы 3 ұстаздан білім алып жатырмын. Негізі онлайн тапсырғанымда мен өзім драма деп мақсат қойғанмын. Бірақ Алматы мен Ақтөбенің уақытын шатастырып, зумға кешірек кіріп қалып, муздрамаға түсіп кеткенім тағы бар. Ол енді бөлек оқиға. Көптеген шеберханалар болады. Сол шеберханаға кірмес бұрын сіздер консультациядан өтесіздер. Яғни допуск алғанға дейін консультация болады. Консультацияда сіз сахна тілінен консультацияға, вокалдан, биден, актер шеберлігінен консультацияларға барасыздар. Сол ұстаздар сіздерге направление береді. Мысалы, мен Фархат Молдағалиға тапсырамын деп, сол Фархат Молдағалидің алдына барасыз. Сол дайындаған материалдарыңызды көрсетесіз, оқисыз, айтасыз. Бала, мен саған допуск берем дейді де, сіздерге қағаз береді. Сол допускпенен емтиханға кіресіздер. Допуск алғаннан кейін емтихан учебный театрда болады. Учебный театрға сіз қалай киініп барасыз. Әрине де қара лосина, немесе қара трико, қара футболка, және де шаш жинаулы. Көп қыздардың қателіктері, сіз өнер академиясына келіп жатырсыздар. Ал өнер академиясында более шынайы, яғни көптеген маникюр, кірпік, қысқа киінетін, вульгарность қажет жоқ. Себебі сіз өзіңізді де сыйлап, және де мұндағы үлкен профессор аға тәтелерді сыйлап, өте тәртіпті, тәрбиелі болып киініп келгеніңіз абзал. Это не естественно. Чисто қыздарға айтар кеңесім. Қыздар, лучше біткен тырнақтарыңызды, кірпіктеріңізді алып тастап, кәмде актерскийға келдіңіздер ма, все, махат деген жазуменен келулеріңіз керек. Қойылар талаптар бізде бойдың ұзындығы 165-175 сантиметрден ұзын болу керек, ұл мен қыз, және де тілдегі дефект, яғни әрпі, Ф әрпі, Л әрпі, С, З әрпі, кейбіреулер Ж, Р деген әріптерді айта алмайды. Ондай дефект болмау керек. Енді арғарай әңгімемді кофе ішіп отырып сіздерге жалғастыратын боламын. Тіліңіз таза болса, бойыңыз ұзын, шығыңқы жақ, наоборот, үстіңгі жақ шығыңқы сияқты дефекттер болмаса, ол жақсы. Денсаулығыңыз нашарлау болса, актер шеберлігі мамандығы сізге қиын болуы мүмкін. Біздің академияда оқу ақысы 2022-ден бастап миллион теңгеге көтерілді. Мен өзім грантта оқимын, қазіргі стипендиям 36 000 теңге, және повышкамен мен 45 000 алғам. Және академияға түсіп болғаннан кейін сіз студенттік ең қызықты шақтармен танысатын боласыздар. Яғни ең бірінші капустник, өнер аруы сән байқауында Бағым Мақсатовна, және де Баян Есентаева, Аида Кауменова секілді мықты жюрилардың алдында сіз өз өнеріңізді көрсетесіздер. Және бізде өнер аруын жеңген қыздар қазақ аруына тікелей финалистка дейді ғой. Сондай болады. Республика бойынша олимпиадалар, өнер олимпиадасы біздің академияда өтеді. Актер шеберлігінен, сахна тілінен, эстрадалық вокалдан, мүсін және кескіндеме дизайн барлық олимпиада бізде өтеді. Және де біз әр жыл сайын олимпиадаға қатысып, жылда бірінші орын аламыз. Яғни бас жүлде деген жоқ, бірінші орын біз шығып шетелде өз өнерлерін көрсетіп жатыр. Қырғызстан, Өзбекстан, Мәскеулерге де барған көптеген студенттер бар. Құрметті талапкер, егерде
бұл видеом, бұл влогым сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, мен өте қатты риза боламын. Сіздерге осындай Темірбек Жүргенов академиясының алдына келіп, осы академияның ішінде 4 жыл бойы студент болу сіздерге де бұйыртсын. Болашақта бізбен бірге сахнада әріптес боласыздар деген үмітім зор.